18想陪着你一起长大。Кешіріңіздер, біреулеріңіз мені суретке түсіріп жібересіздер ме? Осындай бір тосын жайт бола қалса, алдымен мен жүрем. Оны өзім де білем. О, алдыңғы камерасы қосылып тұр екен ғой. Қане, енді тұра қалыңыз. Тағы бір рет түсіріп жіберіңізші. Тағы бір рет. Болды ма? Рахмет. Егер сұлу бикеш кез бола кетсе, жағдай мүлдем басқаша. Бикеш, суретке түсіріп қояйын ба? Осы жердің көрінісі жақсы екен, осында тұра қалыңыз. Қалай түсіріппін? Мынау жігітіңіз бе? Рахмет, ол ма? Операциядан бұрынғы мен ғой. Өмір деген осы. Қызығы мен шыжығы бірге жүреді. Жұмыс күндері кеште қыдырмасаңшы. Байқап жүр. Онда тұрған не бар? Мен күнде ерте тұрып йогамен айналсам. Аптасына 3 рет жаттығу залына барам. Арасында доп ойнаймын. Өйткені мен әлі жаспын. Энергиям тасып тұр. Жас кезде махаббат байласып, гормондар бөліп тұрған дұрыс. Дей тұрған мен сезімге ерік беріп есін кетсе, одан қайыр шамалы. Осыны біл. Басеке, сіз сияқты орта жастағы адамдар біз сияқты жастардың жастық жалынын түсіне алар ма екен? Орта жас деуге әлі ерте. Шашыңызға ақ түскен бе? Саған бір әңгіме айтайын ба? Құлағым сізде. Біздің серіктестік бір басшысы серіктестік ексейтін бір қызбен махаббат байласқан еді. Екеуін де басқа жаққа ауыстырып жіберді. Содан сол. Түйе бастық. Осы сіз бір күні серіктіктің қыздарының бірін ұнатып қалсаңыз қайтесіз? Компанияда қыз бар ма өзі? Айтшы. Ажырасқанда тұрған не бар? Соны айтам. Директор Ялының жиналыстан шығатын түрі жоқ қой. Күтпей-ақ қоясыз ба? Жоқ, күтем. Бүгін боспын. Уайымдамаңыз. Уәй, жаным.
Ой, жаным, аяқ астынан әкем келетін болып қалыпты. Жаңа қоңырау шалды. Сағат 6:00-де келем дейді. Сен Лыланы алды, әкемнің алдынан шықшы. Ол кісі сен босанған соң бірақ келемін деп еді ғой. Жаным, сол сен әуре болып қалатын болдың ғой. Жарайды жаным. Барам, өзім қарсы алып балам. Сау бол жаным. Артқа, оңға, солға. Артқа, солға. Болды, тоқта. Ағасы. Ағасы, артқа жүру техникаңыз өте нашар екен. Алды артым толған машина. Абайсызда біреуіне тиіп кете ме? Сағаты қанша? 10 юан. Мен 12 минут тұрам, төлем чегін алмаймын. Сол себепті 2 юан берем. 1 минут емес, сағат бойынша есеп айырсамыз. 1 сағаттан асып кетпесе 10 юан аламыз. Ережені адам атқарады, солай емес пе? Тіл табысуға келсуге әбден болады ғой, 2 юан. Біздікі анау-мынау емес, ресми тұрақ. Саудаласып тұра алмайым. Менің автотұрақтардың бағаны беталды өсіру әрекетін айтуға құқым бар. Өмірде бір-біріміздің жағдайымызды ойлап, сен жақсы да, мен жақсы деп жүрсек, бәрі өз-ақ шешілмей ме? Дұрыс айттым ба? 2 юан. Ой, бірден өстіп келсе салмайсыз ба, апай? Жүре ғой. Лыла, тез кеттік. Нағашы атаңның алдынан шығамыз. Қанекей, қызым, жүре ғой. Нағашы атаңды қарсы аламыз. Осы зиялы қауымға жарымай жүреді екен. Біз келдік. Келді. Әке, аман есен жеттіңіз бе? Хейді, жөндетіп болдың ба? Жөндетіп болдым, бітпесе келем бе? Қызымыз босанғаннан кейін бірақ кел деп едім ғой саған. Оған қарауға тағатым жетпеді. Әке, Мен сол баланың шаңыраққа атын тірей дайындап бірдеңе қойдым. болды ма? Айта берсең, оны ақшаға сатып алдым. Ерте келдің. Әке, ат қой деп әлі айтқамыз жоқ. Ол бала болса, соң ұлусай, қыз бала болса, соң шеу бао деп атаймыз. Екеуінің мағынасы бір, бай болсын дегенім ғой. Біздің жерде осы есімдер сәнге айналып жүр екен. Мен 500 юанға сатып алдым. 500-ге. 500, түсінемісің? Әке, сіз алданып қалған сияқтысыз. Бұл 500 юанға татитын есім емес. Шын айтам. Бұл есімді ұнатпай отырсыңдар ма? Лала туылған кезде айтқан сөзімде тұрамын. Ол кезде мен келесі жолы дүниеге ұл келсін, қыз келсін, атын өзім қоям деген. Болды, осы атты қоямыз. Ұқтыңдар ма? Болды. Жарайды, әкеңнің айтқаны бойынша болсыншы. Жүр, киімдеріңді ауыстырып ал. Жүре ғой, Лала, жүре ғой жаным. Әкемді біреу алдап қойған ғой деймін. Бұл есім 500 юанға татымайды ғой. Мұндай аттың 10-ын бір жолда айта салам. Солай ғой. Шал екен көлікке міне сала маған 500-ге 2 есім сатып алдым. Мен пайда тауып кеттім деп жеткенше мақтанып келді. Сен әкемді бірдеңе қып көндірші. Менің жаман жақсы болсын мұғалім деген атым бар ғой. Елге мазақ болып жүрмейін. Бір жіме, өзім бір амалын табамын. Кеш болсын, уайымдама. Балам, екеуміз бір қол дойбы ойнап жіберейік. Бірақ қол. Әке, есікте тұрғаның не? Ішке кірсеңші. Жарайды, балам. Бір жол ғана ойнаймыз. Әке, бүгін менде уақыт жоқ. Әкем шақырып тұр ғой. Әке, күн жай болып кетті. Жатып демалсаңызшы. Данан. Әке, бүгін қолым бос емес. Наны ертең тапсыруым керек. Ең соңғы рет дедім ғой. Әке, осы сіздің соңғы ретіңіз таусылмайды екен. Неге сіздің айтқаныңыз бола береді? Менің осы үйде бір сөзім өтетін күн бола ма? Кел, бір қол ойнайық. Бұдан бұлай сен не десең сол болады. Жарай ма? Менің айтқаным болады дедіңіз бе? Әрине, енді сені тыңдайтын болам. Шын айтасыз ба, әке? Өтінем. Бұл жолы шын, айтқанымда тұрам. Ондай болса қолыңызды беріңіз. Келістік. Жүріңіз. Жақсы. Дойбы ойнаймыз. Бір жолға ойнасақ ойнайық. Ау,
ауылға келіп көпшілікпен бірге қалай болды? Өзің ойлашы. Бітті. Атты өзіміз қоямыз. Шалекеңді көндірдім. Рас айтасың ба? Қайтып көндірдің? Ақылын таптым. Иә. Онда өзіміз ат ойластырайық. Сен ат іздей бер, мен бүгінгі құжатты реттеп тастайын. Сәлеметсіз бе? Қандай сүйкімді күшіктер? Аты бар ма? Мынаның аты Гуай-Гуай. Мынаның аты Момо. Гуай-Гуай деш. Балаңыз балабақшаға бара ма? Иә, барып жүр. Солай ма? Балабақшаға бірінші күні барғанда балалардың бәрі жылайды ғой деймін. Жаңа әрең уаттым. Көлшікке жаңа мүшелер келіп. Мынаның аты Гуай-Гуай, мынаның аты Момо. Көлшікке жаңадан келген кішкентай балықтар мен кішкентай бақаларды айтады. Олар дос болып бірге ойнайды. Кешке жақын бәрі өз-өз үйіне апаларының қасына барып ұйықтайды. Түсіндің бе? Сосын кішкентай бақалар кішкентай балықтармен тағы да кездеседі. Не болды? Үйдесің бе? Тарсылдатып сонша қаққаның не? Қызымды әрең ұйықтаттым. Оятып жіберсең қайта ұйықтату оңай ма? Кешірші. Телефоныңды бере тұршы. Телефон тағы керек болып қалды ма? Телефон деген сөз естісем ол жүрегім дір ете түседі. Содан бері қаншама заман өтті. Не деген ұмытпайсың? Өз телефоның қайда? Сыртта қамалып қалғанымды көрмей тұрсың ба? Осы кішкентай ғана іске ақылың жетпей тұрып емтиханнан балды қалай жоғары алдың? Айтшы, қалай? Я құлып ташу керек. Мен Тянжуа 802 пәтерде тұрам. Қанша уақытта жетесіздер? Одан ертерек келуге болмай ма? Жарайды. Жақсы. Есік ашық тұр, тоңбайсың ба? Мен уайымдамағанда сен нені уайымдап тұрсың? Мен нені уайымдайды екенмін? Сен жаңа ғана ажырасыпсың, балаң бар, үйіңе мен келіп тұрмын, біреу-міреу көріп Мен қалсың. ажырасты деп. Саған кім айтты? Компаниядағылардың бәрі біледі. Ляң Шөпин айтқан екен ғой. Ойыншық бақаны құшақтап отырғаның не? Баланы қалай тамақтандыру керектігін үйреніп отырмын. Жалғыз өзің бала баққан оңай емес. Екеуміз көршімізге көмек керек болса, тартынбай айт. Сен бе? Қоқсық төгем деп баланы қоса лақтырып жібермесең болды. Құлыпты бұзатындар неге келмей жатыр? Ашуға болады. Болады ғой. Көршің бе? Иә. Көршің бе емес пе? Мынау көршім деп айтып тұрмын ғой. Қайда істейсің? Анжелби банкінде. Мына екеуміз қызметтеспіз. Иә, бірге істейміз. Бірге істейсіңдер ме? Онда екеуің түнде не істеп жүрсіңдер? Ол сенің үйіңде не қылып жүр? Соны айтшы маған. Маған түсіндіруге мұрша беріңізші. Бұл іспен менің еш қатысым жоқ. Ол өз есігін жауып алып, менің үйіме жүгіріп келді. Сенің үйіңе мен телефон соғу үшін бардым емес пе? Ақырын сөйле, қызымды оятып жібересің. Басқаша ой болмасын деп түсіндіріп әлек болып жатырмын. Басқаша ойлаған несі? Мен саған куәгер бол деп тұрған жоқпын ба? Не былықтырып жүрсің? Кім былықтырды?
Енді не десем екен? Мен не бүлдіріп қойдым, а? Бұл өз есігін жауып алып сыртта қалып қойды. Осы біздің банктік сынақ тізімінде расында мін бар. Толық бал алған сенің ақылыңда шетсіп тұрған шамал екен ғой. Сақшы жолдас, ең алдымен менің есігімді ашып берші. Қызым ішінде ұйықтап жатыр. Жеке куәлігің бар ма? Ішінде. Онда сенікі қайда? Ішінде қалды. Ондай болса... GPS-ті телефонға түсіріп алып, сүйіктіңнің жүрегін жаулауға болады. Ең әуелі телефонға GPS-ті қосамыз. Сосын іздейтін адамның телефонының орны. Сосын қызыл нүкте шыға келеді. Шисантин кафесінде отыр ма? Солай ма? Мәссаған. Шисантин кафесі. Ағай, қызық екенсіз. Даяшы, есепті берші. Қазір. Шеншан, саған көп рахмет. Досың менен бір тала вино сатып алып, қиыншылығымды шешіп берді. Рахмет, үлкен рахмет. Рахмет. Ондайда ауыз толтырып айтатын ештеңе емес. Оған ыңғайсызданатын ештеңе жоқ. Мен бөтен емеспін. Сен әрқашан өзімсініп жүрем. Сен де мені жатсынба, жарай ма? Ағай, түсінем ғой. Мен сізді енді үнем мазалап тұратын болам. Әрине, мен де соны қылайым. Қане, кел, алып қояйық. Қане. Шеншан, қай күні мен сені автожарысқа ертіп барайын бола ма? Автожарысқа қатысқанда түріңіз нұрланып кететін шығар. Жұрттың бәрі солай дейді. Құпия нөміріңіз. Мырза, кешіріңіз, құпия нөміріңіз дұрыс емес. Мүмкін емес. Кешіріңіз, бұл да дұрыс емес. Қалай сонда мүмкін емес? Онда мына біреуін көрші. Бұл да дұрыс емес. Мен төлей салайын. Жо, олай болмайды. Саған төлетсем ұят қой. Тұра. Не болды мұның бәріне? Қабая. Мырза, қолма-қол ақша ала береміз. Кім мұндай көп ақша салып жүреді дейсің? Болды, мен төлей салайыншы. Сіз төлемей қойыңыз, мен төлей. Ағай, бұл кісі... Әйелім. Ол... Сәлеметсіз бе? Бұл Бекеш. Иә. Бұл сенің сұлу қаридарың емес пе? Иә. Жаным, сен қаридарларыңа дастархан жайғанда мені ертіп алшы, жарай ма? Мен қазір мектептен баламызды алуға барам. Кеште үйде туған күн ұйымдастырам. Мына сұлу Бекешті алып ал. Кешіріңіздер, бара алмайым. Жұмысым бар. Тағы да кешірім өтінем. Неге асықтыңыз? Сау болыңыз. Ей. Жаным, шын айтам. Қаридар. Тыңдашы мені, тоқтай тұршы. Абай, тоқташы. Бүгін біздің ханшайым үйге келген екен ғой. Шетелде жүргенде бір-бірімізді көре алмай зар болушы ек. Қайтып келген соң жиі көру арман болды тіпті. Ой, әке, сіз де айттыңыз ғой. Үйге барған сайын жоқ боласыз. Үйдегі апайдың өзі сізді көрмейтінін айтты. Сіз жұмыс орнынан шықпайды екенсіз. Сол үшін сізге көңіл бөлгім келіп отыр. Әредікте емес, үнемі көңіл бөліп тұруға болмай ма сонда? Онда жұмысыңызға кедергі жасап қоям ғой.
Сіз осынша жасқа келгенге дейін әлі жұмыс басты болып жүрсіз. Әке, біздің серіктіктің дәл сіз сияқты біреу бар. Сізден асып түспесе кем емес. Жастар жұмысты беріліп істесе қайта жақсы емес пе? Сіз білмейсіз ғой. Ол адам өте тәкаппар және қыңыр. Онымен қоймай, елді шағып сөйлейді. Тіл табысу қиын деген келіп отыр ғой. Иә, Ғалымдар басқалармен оңай тіл табыса бермейтіндер жетістікке тез жетеді дейді екен. ондай болса, сіздің сол мінезіңізді ұстана беруіңізге тілектеспін. Балам, өзің арықтап кетіпсің ғой. Егер жұмысың қарбалас болса, Додо біздің қасымызда қалсын. Бүгін суды көп ішті. Ұйықтар алдында тосып жатқыз. Жарайды апа, оған алаң болма. Додуды қалай бағып қағу керек екенін біліп алдым. Жүре ғой, кеттік. Тоқташы, кіндігіне жапсыратын дәріңнен қалды ма? Жоқ, таусылып қалды. Мен әкеп қойдым. Алып ал. Міне. Асқазаны ауырын қырап жүр. Күніне біреуін жапсырып қой. Ұмытып кетпе. Сау болыңдар. Жақсы. Сау бола ғой. Ата жеңе сау болды. Сау болыңдар. Сау болыңыздар. Кешке аулаға ертіп шық, сонда түнде жақсы ұйықтайды. Жарай ма? Жарайды. Жаным, қарның ашты ма? Мен шөшіре салып жіберейін бе? Менің қарным ашты. Сен тентек болмай сабағыңды оқысаңшы. Жаным. Жаным, қарның ашты ма деймін? Балам, сабағыңды қарап болдың ба? Математиканы мықты оқы. Апаң математикаға жүріп болған. Орта мектеп кезінде математиканы жақсы оқыған. Балам, алдымен мына есепті шығарып берші. Сосын мен саған тамақ жасап берем, жарай ма? Не деген көп? Балам, көрейінші. Ақылды апаң саған қандай тапсырма берді екен? Жаным, маған өкпелегеніңді түсінем, бірақ балаға шотты көрсетіп қойғаның не? Менің абыройымды түсірдің ғой. Бұның не, жаным? Бүгін ресторанда қасыңда екі қыз отырды. Одан асқан абырой бола ма? Жарайды, жаным. Бүгінгі істі ұмытайық болды. Бір мүмкіндік берші. Енді сенің не істейтінің мені қызықтырмайды. Бүгіннен бастап сенің ісіңе араласпа. Жо, олай болмайды. Қаржылық құқық бәрібір сенде қалу керек. Сонда барып мен жаман әдеттен айығам. Салауатты өмір салтын ұстанам. Сөнче, мен сенің емес, баламыздың шешесімін. Бұдан былай сенің қандай адам болғаның маған қажет емес. Бірақ мен сөзсіз балаға қарауым керек. Оның кейін сен сияқты болғанын қаламайым. Ренжімеші, жаным. Менен ауаша жүр. Шығып кет. Жақсы жатып жайлы тұр, жаным. Ертеңгі күнің көңілді болсын. Жарай ма? Сағы шайнасаң сергіп қаласың. Бір жағынан бала, бір жағынан жұмыс. Саған шынымен қиын. Рахмет. Өте жабайы дөрекі екен. Қарашы не істегенін. Қарашы. Адамды осылайда басынатыны бар ма? Не болып қалды? Адамды өстіп бөзек қылады екен. Мұнымен қалай жұмыс жасауға болады? Басеке, ол тым шектен шығып кетті. Бұл істі бұлай қалдыруға болмайды. Кімді айтып тұрсыңдар? Не болды? Мен кабинетте Шуйшин компаниясының директоры Яңмен қарыз мәселесі туралы сөйлесіп отырғам. Сол сіздің айтқаныңыз бойынша жалған есеп қисап көрсеткендерін білгенімізді айтып едім, дереу ойын өзгертті. Онымен қоймай мені боқтап ала жөнелді. Ақылға шақырып едім, әлгі директор Яң мені бір тепті, үстімен су шашып жіберді. Жараланған жоқсың ба? Басеке, менде бәрі дұрыс. Енді олармен ерегіскім келіп тұрған жоқ. Қарыз бермей қойсақ болды емес пе? Шәует дәрігерге тексеріп келіңдер. Ең жақсысы ми шайқалған не жүрек ауруы бар екен анықталса тіптен қатып кетер еді. Жүр. Байқа, сенен бір ауру шығып жүрмесін. Үйжен, директор Янға айтшы, екінші кабинетке бара берсін. Қазір мен де келем. Жарайды.
Директор Цой, қалайсың, бәрі дұрыс па? Саған кезікпей тұрғанда бәрі жақсы болады. Мені қонақ қылғандағы мақсатың не? Мен жуырдан бері тым шаркез болып барам. Болған істі көңілің алма. Мен оған ашуланбаймын. Бірақ сен өз сыбағаңды алдың. Қалай? Жаңақ сен жеген тамақты қасымыздағы жұқпалы аурулар емханасынан әдейі алдырдым. Әуелі кешегі тамақ болуы да мүмкін. Оны мен кімді қорқытам деп отырсың сен, а? Жазуын қарамайсың ба? Жұқпалы аурулар бөлімі. Қаридарлар, Осындай мәміле жасауға дәттерің қалай барады? Банк қызметкеріне солай істегенің дұрыс па? Қызметтесімнің үстіне су шашып жібергенің үшін ештеңе демеймін. Бірақ мен сенің жалған есеп-қисап көрсеткеніңді таптым. Басшылыққа мәлімдеп қойдым. Сен тым қатты кеткен екенсің. Қане сенен келген кесепатты мен көрейін. Не істейсің? Анда қылығың не? Ләң бастық. Ей! Мұның не? Тоқтай тұр. Ләң бастық, құтқаршы, мені өлтірейін деп жатыр, өлтіретін болды. Ләң бастық, құтқар мені. Өлтіретін болды мені. Басеке, бұл қалай болғаны? Енді біз қайтеміз? Мына жерді жиыстырып тастайық. Я, не болып кетті өзі? Басеке, біздің өшімізді алып берем деп едің ғой. Дұрыс айтасың. Сендерге бас болған соң, сендердің қамдарыңды ойлауым керек емес. Ал мына кейпіңізбен ләң директорға не деп жауап бересіз? Мен келгенше бірдеңе дей тұрыңдар. Жарай ма? Басеке, біз Басеке. қайтеміз сонда. Не? Басеке, Мына жерді жинастырып тастайық. Тез жинастырыңдар. Қане, тезірек Ләң директор, жинастырайық. міне, көрші өзің. Сендер жоғалыңдар бұлай. Жоғалыңдар. Ләң директор, міне, көрдің бе? Міне, бұл Суйженнің қылғаны. Менің үстіме тамақ төгіп жіберді. Міне сабады. Айтшы. Цүйженнің өзі қайда? Ол Ол жұмыспен жұмыспен шығып шығып кетті. Не қылған жұмыс? Мен саған не істейсің деп тұрмын. Айғайлама. Мен жағдайды сұрап біліп жатырмын ғой. Егер сенің айтқаның шын болса, бір жөнін айтам. Сенің жөн айтқаның маған керек емес. Мен саған Суйженді жұмыстан қазір қуып жібер деймін. Сен өзі қалай сөйлейсің? Кімнің сазайын берейін деп тұрсың? Айтып тұрмыз ғой, жөнге келсеңші. Мен... Ләң директор? Анау келді. Жарайды, сабаңа түс. Сүйжен, сен айтшы, не болды? Ләң директор. Біздің әрбір кабинетте түгел видеокамера қойылған. Не болған соған түгел жазылып тұрады. Сен жаңа қызметкеріміздің үстіне су құйып жібердің. Тамақты өз үстіңе шаштың. Мұның бәрін мына USB-ға көшіріп алып келдім. Оған қоса сенің жалған есеп жасап көрсеткенің тағы бар. Мұның бәрі серіктігіне даңқ әпермейді, солай емес пе? Ләң директор, біз мынаны не істейміз? Баққа береміз бе, жоқ прокуратураға береміз бе? Бәрін әділ заңмен шешеміз. Директор яң, еш уайымдамаңыз. Жаңа қадыстың сыртындағы жазуды мен осында отырып жаза салғам. Тамақты тауса алмасаңыз өзіңізбен